ісідікті төгіп атқан болса, поляға су сияқты жайып атқан болса, бола ма, болмай ма? Сойған малдар қайда барып жатыр? Мына жерде қанша халық сіздің арқаңызда зардап шегіп жатыр. Әкімшіліктің қызметкерлеріміз түнде ұйықтай алмаймыз дейді. Жерін ақпарат құлақ алмаған себебі Нысаналы мақсаты қандай жер? нысаналы мақсаты анықталған емес. Жерін документін алып істеп бітірмеген. Жеріне көксақларын алғаннан кейін мақсат орынға документті ұрлап номер аламыз деп Бірақ солай. істеп отқанда бір 2 жылдай болып қалды ғой. Енді істегенде бұл аптасына бір рет Кімге айына бір есеп рет беріп жатыр? Қандай құжатпен шығып жатыр? Сойған малдар қайда барып жатыр? Оны сау ма? Қандай лаборатория тексеріп жатыр? Етті жарамды жарамсыз деп. енді бұл заңсыз Ресми құжат кім береді? болғаннан кейін Енді соны екі рет үш рет үйлерде қалағандар бар, келіп заңдастыр деп айтты. ешқандай ветеринар маман қарамаса сойып жатқан кезде ауру ма, сау ма? Осындай бір трактористтер артып әкеп, осындай жерге төкетті, оны құратып, оны кейін аударып тастайды да. Гөң болады. Кезекті Удобрение, да. Ол мейлі ғой деймін. кезеңде ісі де шықпайды. Адам түсінеді да, өліктің есі жаман. Ол жаман. Қазір келдіңіздер қандай ес? Иә. Ол дұрыс, оған қосыламын. Осы жаға қатты қарап Oldu ғой енді, уже 2 ай қалдым, 3 ай қалдым, сәпсін тоқтатам ғой мен, жұмысым тоқтатам, вообще істемеймін. Қараңыздаршы аға. Осы істемегенмен анау істей береді. Полигон істемей менікі ғой. Сіз Аға қараңыздар. Менікі ғой, мен тоқтатам ғой. Қараң, бір өзіңізді өстіп, неғып қалдым, бүйтіп қалдым деп сылтау айтып отырсыздар. Жалпы да енді айып етпеңіз. Бірақ мына жерде қанша халық сіздің арқаңызда зардап шегіп жатыр. Түнде міне, мынау әкімшіліктің қызметкерлеріміз түнде ұйықтай алмаймыз дейді. Бұл бұяқтыки хаятта бармайды о жаққа. Ісі де бармайды, ештеңесі бармайды о жаққа. Көрген, иіспен келіп отыр ғой.